Ананас әлемдегі ең пайдалы жемістердің бірі. Оның шырынының адам денсаулығына пайдасы мол. Бүгін біз сіздерге бұл тропикалық жемістің пайдасы туралы айтып береміз. Достар, каналға жазылып қолдау білдіріп лайк басып кетіңіздер. Жыл соңына дейін 300 мың тіркелушіге жеткізейік. Қазақ тілді арнаның дамуына бірге үлес қосайық. Ендеше кеттік. Ананасы дәруменіне бай. Ананас әдетте суық тиюді емдеу үшін қолданылады. Оның құрамында С дәрумені бар. Бұл суда еритін витамин. Ол денсаулықты сақтауда маңызды рөл атқарады. Иммунитетті көтереді және тез сауығуға ықпал етеді. С витаминінің арқасында ананас суықтан арылуға көмектеседі және иммундық жүйені нығайтады. Ананас құрамындағы диеталық талшық қандағы глюкоза деңгейін төмендетеді. XU типті диабетиктер қандағы қант деңгейінің жақсарғанын байқады. Осылайша ананасқа ақылға қонымды мөлшерде жеу инсулиннің қажетті мөлшерде өндірілуіне ықпал етеді. Бұл өз кезегінде қант диабетінің ағымын жеңілдетеді және науқастың жағдайын жақсартуға көмектеседі. Көптеген зерттеулер антиоксиданттарға бай тағамды үнемі қолдану бедеулікті емдеуге көмектесетінін көрсетті. Бұл ананас құрамындағы қоректік заттардың бос радикалдарды жоюымен түсіндіріледі. Дәл осы радикалдар денеде қабыну реакциясын тудырады, оның қызметін бұзады және әйелдің жүкті болуына, ал еркекке жұмыртқаны ұрықтандыруға жол бермейді. Бос радикалды зақым дененің барлық жүйелеріне әсер етеді, репродуктивті жүйеде ерекшелік емес. Бос радикалдардың алдын алу үшін ананас жеп қойыңыз. Ананас жеу құрамында талшық, калий және С дәрумені көп болғандықтан жүрек денсаулығын сақтауға көмектеседі. Бұл витаминдердің барлығы вирустармен, инфекциялармен белсенді күреседі, денеден барлық қажет емес элементтерді шығарады. Ананас шырыны жүректің ишемиялық ауруы қаупін азайтуға көмектесетіні дәлелденді. Ананас құрамындағы калий мөлшері жоғары қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Құрамында бромейлан көп болғандықтан ананас қанның ұюымен күреседі. Бромейлан қан ұйғыштарының біріне жабысуына көмектеседі, осылайша инфаркттың дамуына жол бермейді. С дәрумені, бромелайн және органикалық қышқылдар нәзік және проблемалы капиллярлардың тамаша күшейткіштері болып табылады. Әлсіз және серпімді емес ыдыстар жарақат алуға және жарылуға бейім. Бұл үлкен қиындықтар тудыруы мүмкін. Бұған жол бермеу үшін ыдыстарды күшейту керек. Ананас қолдану сізге осыған көмектеседі. Ананас көңіл-күйді жақсартуға, депрессиямен күресуге және жүйке жүйесін тыныштандыруға көмектеседі. Ананас седативті әсер ететін триптофан амин қышқылының тамаша көзі болып саналады. Бауыр дененің зертханасы болып саналады және тағамды қоректік заттарға айналдыруға жауапты маңызды мүшелердің бірі болып табылады. Бауырға бұл функцияны орындауға көмектесу үшін дәрігерлер ананас диетаңызға қосуды ұсынады. Бұл жемістерді үнемі тұтынатын адамдарда қандағы қант проблемалары болмайды. Ананас бауырдың дұрыс жұмысына ғана емес, ұйқы безінің жұмысына да ықпал етеді. Ананас арқасында липогенез деңгейі жоғарылайды. Басқаша айтқанда, май түрінде жинақталған қоректік заттардың ыдырауы орын алады. Семіздік қаупі төмендейді. Ананас жеу сіздің салмағыңызды бақылауға және сау айналымды жақсартуға көмектеседі. Инсульт қаупін азайтады. Ананас артықшылығы олар артрит пен буын ауруына шалдыққан адамдарға көмектеседі. Жараның жазылуын тездетеді және қабынуды азайтады. Сонымен қатар ананас спорттық жараларды, соның ішінде дислокацияны емдеуге пайдалы. Зерттеулер жаңа піскен немесе мұздатылған ананас шырынын ұзақ уақыт қолдану қабынуды айтарлықтай төмендететінін көрсетті. Бұған бромейлан деп аталатын белсенді фермент көмектеседі. Ананас жемісі туралы қызықты деректер айта кетейін. Еуропа еліне ананас жемісін Христофор Колумб әкелген. Колумбке ананас жемісінің сыртқы бейнесі мен дәмі ұнаған. Бүгінде ананас жемісі көптеген мемлекеттердің салт дәстүріне кіріккен. Германияда жаңа жыл мерекесінде аққайнармен бірге ананастың қоса берілуі дәстүр болып саналады. Ананас жемісі 90% судан, 10% ақуыздан және аскорбин, лимон қышқылынан, тағамдық талшықтардан тұрады. Жемістің жарты бөлігінде адам ағзасына жарты тәулікке қажет С дәрумені бар.
Диетологтар тамақтың алдында ананастың кішкене бөлігін жеуге кеңес береді. Сондай-ақ ананас жемісі марганец, бал, йод, цинк, кальций, фосфор сияқты минералдармен бай. Ананас шырыны целлюлитке қарсы күресу үшін қолданылады. Сонымен қатар Қытай елінде жаңа жыл мейрамында дастархан үстіне ананас жемісі міндетті түрде қойылады. Себебі ананас жемісінің дастарханда тұруы келер жыл сәтті болады деген сенімді білдіреді. Ананас құрамындағы С дәрумені коллаген өндірісіне ықпал етеді. Коллаген өз кезегінде байламдардың серпімділігін қамтамасыз етеді, сүйек пен шеміршек тінін нығайтады. Ананас марганец пен калийге бай, сүйектің өсуін арттырады. Сонымен қатар ананас десенді нығайтады, тіс эмалын нығайтады және бляшкаларды кетіреді. Бүйректің дұрыс жұмыс істеуі үшін ананас шырыны қажет. Бұл диуретикалық әсерге ие екендігі. Ол денеден артық сұйықтықты кетіреді және ісікті азайтады. Сосын қандағы холестерин деңгейін қалыпқа келтіреді. Бүйректің дұрыс жұмыс істеуі үшін ананас шырыны қажет. Бұл диуретикалық әсерге ие екендігі. Ол денеден артық сұйықтықты кетіреді және ісікті азайтады. Сосын қандағы холестерин деңгейін қалыпқа келтіреді. Ананас құрамындағы бір дәрумені салмақ жоғалтудың тамаша құралы. Сонымен қатар ананас құрамындағы су мен калийдің көп мөлшері денеден артық суды ғана емес, сонымен қатар токсиндерді шығаруға мүмкіндік береді. Ананас аштық сезімін керемет түрде жояды. Осылайша сіз аппетитіңізді басқара аласыз және тоңазытқышқа барудан бас тартасыз. Ананас шырыны гемопоэз процесіне көмектеседі және инсульттің алдын алады. Қатерлі ісікке шалдыққандардың оң пайдасы бұрыннан белгілі. Сосын рак клеткаларының дамуын тежеуге көмектеседі. Нәжіс проблемалары көбінесе көптеген аурулардың себебі болып табылады. Егер ішек дұрыс жұмыс жасамаса, көптеген созылмалы аурулар өздерін көрсете бастайды. Бұған жол бермеу үшін ананас шырынын ішу керек. Ол іш қату қызметін атқарады және іш қатудан арылуға көмектеседі. 40 жастан асқан адамдарға апельсин шырынын аптасына кемінде 2 рет ішу керек. Бұл денсаулықты ұзақ жылдар бойы ұзартуға көмектеседі. Бұған қан айналым жүйесінің жұмысына қажет бромелайн мен калий көмектеседі. Шырын қан тамырларын холестериннен керемет тазартады және қан ұйғышының пайда болу қаупін азайтады. Ғалымдар таңертең жаңа ананас жеу токсикоздан болатын жүрек айну мен құсуды кетіретінін бұрыннан дәлелдеген. Жүрек айнудан құтылу үшін ананас шырынын ішу керек. Жүрек айнуды жоятын әсер оның құрамындағы дәрумендер мен минералдардың көп болуымен және әсіресе 6 витаминнің көп мөлшерімен түсіндіріледі. Жүкті әйел үшін ананас міндетті болып табылады. Ол әйел денесін ұрықтың дамуына пайдалы әсер ететін пайдалы микроэлементтермен қанықтырады. Ананас әртүрлі тері бөртпелерімен сәтті күреседі. Қышу мен экземаны емдейді. Ісіну мен қабынуды жеңілдетеді. Сонымен қатар жәндіктердің шағуынан қызаруды кетіруге көмектеседі. Ананас құрамындағы органикалық қышқылдар, сонымен қатар бромелайн мен С дәрумені бұл жемісті қартау дақтарын, сепкілдерді кетіруге және теріні ағартуға тамаша құрал етеді. Ананас көптеген тері проблемаларынан арыла алады. Оның көмегімен безеуді, түрлі бөртпелерді емдеуге болады. С дәрумені терінің күйін жақсартады, оны жаңа күйде қалдырады және оны маңызды элементтермен байытады. Ананас көмегімен терінің сау жылтырлығын қалпына келтіруге, оның жастығын және тартымдылығын қалпына келтіруге болады. Құрғақ тері көптеген мәселелерді тудырады және уақыт өте келе тартымды болады. Тропикалық жеміс бұл проблемалардан арылуға көмектеседі. Ол үшін ананас жеу керек немесе оның негізінде маскалар жасау керек. Сізге 2 ас қасық ананас целлюлозасын 2 сарысымен араластырып, 20 минут бойы бетіңізге жағу керек. Содан кейін масканы жылы сумен жуып, теріге нәрлендіретін крем жағыңыз. Еріндер әдетте суықта жарылады. Бұған жол бермеу үшін көшеге шықпас бұрын ерніңізді ананас майымен жағыңыз. Ананас майынан жасалған маскалар шашқа байланысты көптеген мәселелерді шешуге көмектеседі. Мысалы, ананас майы шаш фолликуласын керемет нығайтады және шаштың тез өсуін ынталандырады. Ананас шашқа сау және табиғи жылтыр береді. Бөлшектермен күреседі және қайызғақты кетіруге көмектеседі.
Егер сізде сынғыш және сынғыш тырнақтар болса, онда сізде А дәрумені жеткіліксіз. Денені осы витаминмен қанықтыру үшін дәріханаға барып, оны сатып алудың қажеті жоқ. Ананас аптасына 3 рет жеуге жеткілікті, және сіз тырнақтарыңыздың жағдайы қалай жақсаратынын байқайсыз. Енді ананастың зияны туралы айта кетсем. Ананастың негізгі кемшілігі оның құрамында қышқылдың көп болуы болып саналады. Сондықтан гастритпен, ойық жарамен ауыратын адамдар үшін ананас қолдануға қарсы. Тіс эмалы әлсіз және қызыл иегі ауыратындар үшін рационға ананас көп мөлшерде енгізілген жөн. Әйтпесе ол жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. Оның себебі қышқылдықты жоғарылатады. Бала емізетін әйелдер ананас жеуге болмайды. 6 жасқа дейінгі балаларға ананас аз мөлшерде беру керек. Әйтпесе ішектің шырышты қабығының тітіркенуі мүмкін. Ананас шамадан тыс тұтыну аллергия мен терінің қышуын тудыруы мүмкін. Егер сіз қандай да бір дәрі қабылдасаңыз, ананас тағамға ұсынылмайды. Өйткені жеміс дәрі-дәрмектердің кейбір әрекеттерін тежейді, және оларды қолданудан ешқандай пайда болмайды. Ақпарат керегіңізге жарады деген ойдамын. Біз осы видеода ананастың пайдасы және зияны туралы айттық. Достар, каналға жазылып қолдау білдіріп лайк басып кетіңіздер. Жыл соңына дейін 300 мың тіркелушіге жеткізейік. Қазақ тілді арнаның дамуына бірге үлес қосайық.